Сіз бала кезіңізде армандадыңыз ба? Қала салу, ғарышқа ұшу, мүмкін тіпті өз мектебіңізді өзгерту туралы қиялдаған боларсыз. Ал қазір балалардың шексіз ойлау мүмкіндіктеріне қалай жол ашып жүрміз? Мен Алшынбаева Айсәуле, бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін сіздерге бала қиялының шексіз дамыту туралы өз тәжірибемнен бөліскім келеді. Біз білім беру барысында теориялық білімге аса назар аударып, біліммен қатар шығармашылық қабілетті қалай дамытамыз деген сауалға ақсап қалып жатамыз. Өз оқушыларымның шығармашылық қабілетін күнделікті дамыту мақсатында мен қандай әдісті қолдансам болады деген сұраққа іздендім. Және бұл әдісті таптым. Бұл гексасмарт. Гексасмарт гексагон мен смарт тапсырмаларды біріктіре отырып, оқушылардың шексіз ойлау қабілетін жүзеге асыратын технология десек болады. Ал гексагон 6 бұрышты ұйымдастыру құралы. Ол оқушыларға ұғымдар арасындағы байланысты көруге көмектеседі. Смарт нақты нәтижеге бағытталған тапсырма. Смарт аббревиатурасы экранда көргеніміздей мағынаны білдіреді. Гексагон бұл логикалық ойлау, логикалық дамытуды жүзеге асырса, смарт мақсатқа бағытталған нақты тапсырмалар. Мақсатты логикалық ойлау, мақсатты тапсырма бұл екеуі бірігіп шынайы нәтижені береді. Гексасмартты енгізу үшін мен бірнеше нақты қадам жасадым. Бірінші, гексагон сөздерді құру. Екінші, оқушылар дәл сол таңдалған кілт сөздермен гексафарм құрайды. Үшінші, әрбір сөз арасындағы байланысты талдайды. Төртінші, смарт тапсырмаларды орындайды. Бесінші, нәтижеге бағалау және кері байланыс жүргізіледі. Енді өзімнің тәжірибемде бұл әдісті қалай жүзеге асырдым, сол туралы бөлісейін. Жаратылыстану пәні 3-ші сынып, тыныс алу мүшелері деген тақырыпта мен бұл әдісті қалай жүзеге асырдым. Оқушыларға мынандай гексикон форматындағы сөздер ұсынылды. Оқушылар бұл сөздердің арасынан 6 сөзді таңдап гексафарм құрайды, яғни тыныс алу мүшелеріне қатысты сөздерді таңдайды және олардың арасындағы логикалық байланысты түсіндіреді. Бұл тапсырмаға бір оқушым былай жауап берді. Мұрын арқылы тыныс аламыз, өкпеге оттегі ауа тамыр арқылы жетеді. Бұл жерде балалар тек қана мәтінді түсініп оқыған жоқ, өздері білім құрай алды. Және мынандай смарт тапсырмалар бердім. Тыныс алу тақырыбында бір мүшені таңдайды және 5 сөйлемнен тұратын шағын мәтін жазады. Ол шағын мәтінде біздің гексафармдағы 3 сөз міндетті түрде болу керек. Бұл жеке жұмыс ретінде берілді. Бұл тапсырмаға бір оқушым мынандай мәтін жазды. Маған өкпе мүшесі қызық. Өкпе арқылы біз ауа жұтамыз. Ондағы оттегі қан арқылы бүкіл денеге тарайды. Өкпеге ауа тамыр арқылы жетеді. Өкпе тыныс алу жүйесінің ең маңызды мүшесі болады. Смарт тапсырма барлық өз мақсатына жетіп орындалды. Мен бұл жерден оқушыларымның логикалық байланысты бір-бірімен керемет құралғанын көрдім. Нәтижесінде оқушыларым мектепшілік жаратылыстану апталығында жас зерттеуші бағыты бойынша 1-ші орынды иеленді. Ал қазақ тілі сабағында мен бұл әдісті қалай жүзеге асырдым? Қазақ тілі 3-ші сынып сөз таптары тақырыбы. Бұл топтық жұмыс ретінде орындалды. Оқушыларға гексафарм құрау үшін
дәл осындай сөз таптары жасалған гексагон ұсынылды. Оқушылар зат есім, етістік, сын есім және сан есім осындай бірізділікпен өздерінің қиялдарымен сөз таптарындағы сөздерді орналастырды. Сондай-ақ қазақ тілінен бұл әдісті тағы қалай жүзеге асыруға болады? Назар аударатын болсақ, бұл тапсырманы жұптық жұмыс ретінде беруге болады. Мен жұптық жұмыс ретінде орындаттым. Сын есім мен зат есімнің байланысын оқушылар көрсетеді. Мысалғы, биік үй, қызыл алма деген секілді. Және бұл әдісті біз акты технологияларын қолдана отырып қалай жүзеге асырамыз дегенде сауал туындауы мүмкін. Ең қарапайым ретінде мен PowerPoint пен Google Slide презентациясын пайдалана отырып, шерту әдісімен оқушыларға қызықты етіп тапсырма ұсынуға болатынын айтқым келеді. Бұл Wordwall платформасында оқушыларды қызықтыру мақсатында жасалған жұмыс. Ал математика сабағында бұл әдісті қалай жүзеге асырамыз? Мен қағаз ақша тақырыбында оқушыларға мынандай гексафарм құруды ұсындым. Яғни оқушылар сабақты бекіту кезеңінде осындай топтық жұмысты орындайды. Қағаз ақша тақырыбына байланысты сөздерді байланыстырады. Осыдан кейін жұптық тапсырманы смарт тапсырма ретінде ұсындым. Дәл осындай жұмыс парағын дайындап, оқушыларға бердім. Бұл жердегі тапсырмаларды орындау барысында оқушылар қағаз ақшамен тапсырма орындайды, қосу және азайту амалдарына тапсырма орындайды. Сондай-ақ нақты күнделікті өмірге байланысты дүкендегі сатушы мен сатып алушы арасындағы диалогты құрып, өздерінің қаражаттарын жұмсап үйренеді десек те болады. Сондай-ақ гексагон тапсырманы оқушыларға ойын ретінде де ұйымдастыруға болады. Экранға назар аударатын болсақ, бұл жерде оқушыларға тапсырманы ойын ретінде ұйымдастырып әкелген болатынмын. Ал әдебиеттік оқу сабағында бұл әдісті қалай жүзеге асырсақ болады? 3-ші сынып әдебиеттік оқу Фариза Оңғарсынова «Зергер» өлеңі. Мен бұл тақырыпта гексагон сөздерді жасырын кодпен ұсындым. Өлеңді таныстық. Өлеңді танысқаннан кейін күміс, зергер, сақина және алқа деген сөздерді жасырдым. Оқушылар тапсырмаларды оқи отырып, сол сөздерді табады. Мысалғы, күміс сөзін ақ жалынға төзеді, сәнге сән қосады деп жасырдым. Осыдан кейін смарт тапсырманы орындау қалай жүзеге асты? Смарт тапсырмаларды былай орындаттым. Мен зергердің көзқарасымен ойлап, қандай күміс бұйым жасай аламын? Бұл жерде оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеті дамиды десек болады. Оқушы бір сәтке өзі зергер болады, бір сәтке өзі дизайнер болады, өзі бұйым жасайды. Бір бұйым ойлап тауып, оған ат қояды және не үшін олай атағанын түсіндіреді. Бұл тапсырманы орындау арқылы оқушының өнері, қиялы дамиды және ұлттық өнерді дәріптейді. Бұл тапсырманы орындауға 15 минут уақыт бердім. Және бұл тапсырманы бір оқушы былай орындады. Жүрек пішінді күміс алқа. Ортасында әдемі гүлдің суреті бар. Бұл алқаға мен ана жүрегі деген атау беремін деді. Және аналар күнінде анама сыйлағым келеді деді. Бұл нәтижелерді нақты санмен де дәлелдей аламын. 2024-25 оқу жылы 1-ші тоқсанда 61% сапа көрсеткен болсақ, 3-ші тоқсанда 65% сапамен аяқтадық. Ал осы 4-ші тоқсанда 69% сапаны көздеп отырмыз. 2025-26 оқу жылы сыныбым 72% сапаға жетеді деген
сенімдемін. Бірақ нақты нәтиже бұл сандар емес. Гексасмарт сабақтан кейін оқушылар ойлау қабілеттері дамып, кілт сөздерді мәтіннен оңай табатын болды. Одан кейін гексафарм арқылы логикалық құрылымдарды оңай әрі жылдам жасай алды. Смарт тапсырмаларды нақты нәтижемен орындай білді. Айтылым және жазылым дағдылары дамыды. Бала жүрегінде кішкентай шам бар. Ол шам сеніммен жанады. Ол шам қиялмен жанады. Мұғалім сол шамның шырақшысы. Гексасмарт сол шамды жағудың кішкентай бір ғана құралы. Болашақ біздің балаларымыздың қиялында. Бірге сол армандарды құрайық. Мен бала армандарына қанат беруге дайынмын. Ал сіз ше?